Мен айдың бір күні осы реанимацияға түстім. Шүкір кеше 12 күн шықтым. Пит палатаға. Жақсымын. Тойдан сақтаныңыздар. Садақаға бармаңыздар. Қорғаңыздар. Вакцина алуыңызға тілектеспін. Алыңыздар. Келін балдарым, немерелерім бәрі алды вакцинаны. Мен де бұйырса алып қаларым. Шындық мынаның бәрі шындық. Кто бы вам ничего не говорил, все равно есть эта болезнь. Нужно вакцинацию пройти обязательно. Даже я, когда мне объяснили, что у меня полное 70% было поражение легких, я даже этого не мог поверить, поэтому нужно пройти обязательно все вакцинации, нужно пройти, следить за тем, чтобы ваше состояние и ваша, защищенность была полная. Үйден өзім емделіп 5-6 күнде. Сосын ар жағы уже болмағасын мына больницаға келіп жаттық. Реанимация бөліміне. Сонда 5-6 күнде жатып шығып, осы палатадамыз, жақсы жағдайымыз. Дәрігерлерге көп рахмет. Алдағы уақытта вакцинаны алуға. Соның бәріне кеңес беремін. Ол действительно шындық. Басында сенбей едік бәрімізде. Сол дәрігердің арқасында жайлап емделіп Аллаға шүкір жақсы өтіп жатыр.